Қайырлы күн ютубтағы оқырмандарым. Жақында тренингте болдым. Сол жердегі миаса информацияны, инсайттарды жинап, және сол Айгүл Бақытқызының жазған кітабын жинақтап, сіздерге нақты инсайттармен бөлісемін деп жоспарлап қойғанмын. Бірақ былай создым. Оның барлығын жасап жатқан менің миым ерініп, бүгін ешқандай қиындатпай, қалай бар солай, ешқандай дайындықсыз, даже шашма укладкасыз жай отырып сіздермен әңгіме айтқандай бөліскім келіп жатыр. Жалпы YouTube мен үшін жаңа платформа. Сіздер үшін барымды салып жатырмын, сондықтан да подписка жасап, астына комментарий жазып кетсеңіздер, мне будет очень приятно. Осы кітапты сыйлайтын боламын. Тренингтағы главный айтылған суть бір адам этаптардан өтетіні туралы болды, именно ақшаға қатысты. Мені негізі көбіне кәсіпкерлер түсінетін шығар, өйткені прям айтып жатқан кезде жиза болды, өзімнің өмірімнен өтіп жатқандай. Үйге келіп те ойландым. Бір кісі айтады да, адамға бақ бір-ақ рет беріледі деп естіп қалдым ше. Бірақ мен ол нәрсеге келіспеймін. Ол адамның состояниясына байланысты. Аллах бере береді, Аллах шексіз мейірімді. Сондай нәрсеге сенемін. Бірақ реально келіп тұрған бақты ұшырып алатын моменттер де болады. Как раз Айгүл Бақытқызының айтқаны осы туралы сияқты. Бірінші кезекте дейді, любой адамның, естеріңізге түсіріңіздер, бір мүмкіндік болады, что саған бере салды. Мысалы, менің өзім еңбектендім қанша жыл бойы, но ойламаған жерден ашылған кезде менде квантовый скачок болды. Мысалы, 100 000 теңге айлық алып жүрген адам қалай 20-30 миллион оборот жасап кетеді дегенде ше. Вот сондай нәрсе болды да, бір 4 айдың ішінде ше. Былай айтқанда, мен бұл Аллахтың берген бағы деп білемін. Сол беріліп жатқан кезде реально мен қазір айтатын этаптардан өттім. Бірінші этапта ақша болды. Өте көп келіп жатты. Үйіңді, машинаңды алып жатсың. Осыған дейін ойбай не алғың келді, соларды алып жатсың. И бұл кезде адам ақшаны өте көп жұмсайды екен, өйткені аш болады. Осыған дейін жұмсағысы келген нәрсенің барлығына жұмсап көреді. Сол моментте негізі адамның мышлениясы мен ақшасының арасындағы пропорция тең болмайды да, ақша көп, мышлениясы артта қалып кеткен болады. Сондықтан да кішкене осы жерде дисбаланс пайда болады. Осы кезде адам екінші этапқа өтеді екен. Ол кезде пик деп айтады. Адам дальше ақшаны көп жұмсай береді, но уже уровень нормаң өсіп кеткен, бұрынғыдай емессің, арзан киім алғың келмейді, брендтерден киіне бастайсың деген сияқты этаптардан өтеді екен. Қазір мен жазып алып едім. Осылай жалғаса бергендіктен үшінші этапта спад болады. Өйткені рынокта әрдайым правилалар өзгеріп тұрады. Мысалы, қазір көбіне онлайн қауысып жатыр, иә? Соған адаптироваться ете алмай қалған кезде ақша азая бастайды, тем более сенің жарату емкостың көбейіп кеткен. Былай айтқанда, табыстан гөрі шығыс көп болып кеткен ше. Сол кезде спад болады, но кәсіпкер немесе любой адам бұл моментте өзін бұрынғыдай ұстай береді. Өзінің ортасында, сыртта, қайда жүрсе де туысқандарының арасында. Өйткені ол ұстап тұрған өзінің видін түсіргісі келмейді, түр білдірмеуге тырысады. Одан кейін төртінші этап келеді. Бұл бізде депрессия болады. Өйткені уже реально көзің жетеді, состояние түсе бастайды, и тыпырлай бастайсың. Состояние түскен кезде адам көп нәрсе істеп көргісі келеді. Әртүрлі кімде что получаться етіп жатыр, соны қайталап көруге тырысады. Но не получается, потому что барлық нәрсеге состояние керек та. И уже біраз нәрсе қолдан келмегеннен кейін бұрынғыдай уверенность кетіп қалады. Адамның өз-өзіне деген сенімділігі. Осы сәтте адам бифуркация точкасына келеді. Былайынан екіге бөлінеді. Либо от болады, либо жоқ болады. Ол деген сөз, егер адам ойланып, осознанияға келіп, тәубе жасайтын болса, мысалы, Аллахым, мен осыған дейін дұрыс істемедім. Мен ақшаны оңды солды жараттым, жауапкершілікпен қараған жоқпын, солай жасағаныма өкінемін. Тәубенің 4 шарты бар, біріншісі өкіну, біріншісі мойындау. Мойындаймын солай жасағанымды, мен ақмақ болдым. Екінші, өкінем солай жасаған үшін. Үшінші, кешірім сұраймын солай жасағаным үшін. Және төртінші, енді олай қайталамаймын деп жауапкершілік алу, ақшаға бұрынғыдан гөрі жауапкершілікпен қарап бастау. Ол деген сөз доход расходты санау, четко жүргізу, әр нәрсеге уже эмоциямен емес, кәдімгі бизнеске бизнес ретінде қарау деген этап басталады. Егер осы осознанностьқа адам өтетін болса,
онда ол бұрынғы тауып жатқан табысынан да көбірек масштабқа шығады. Жалпы адам осындай волнообразный этаптардан өтіп тұрады екен. Егер де тәубе жасамайтын болса, адам жоқ болып кетуі мүмкін. Осы жөнінде табиғат Кәутайдың тоже бір сабағын алғанмын. Сол жерде былай түсіндіреді. Ол жерде тоже этаптармен келтірген. Адамға Алла береді. Бірінші кезде адам кішкентай бала сияқты болады. Мысалы, кішкентай бала дүниеге келген кезде ол өзі жүре алмайды, даже тамақ іше алмайды, әжетханаға бара алмайды. Но үлкен кісілердің оған мейірімі деген өте үлкен болады. Әсіресе анасының, сол мейірімді адамның жүрегіне салып қояды екен. Сол мейіріммен біз балаға қараймыз. Бұл жерде де балаға беріп тұрған Аллах. Осы сияқты өмірде де саған андай нелерді берген кезде, бір нығметтерді, жаңағындай квантовый скачок болып жатқан кезде Аллах саған беріп қойды. Екінші этапта бала жүре бастайды, ойнай бастайды. Мысалы, 3-4 жасында, баласымен папасы атыспақ ойнайды дейді. И папа бүйтіп атқан кезде, папасы өтіріктен ва деп құлай қалады ше. Сен мені аттың деп, сол кезде бала, я мен аттым деген сияқты ой болуы мүмкін да. Сол сияқты бізде бизнесте де жаңағы бір нығметті берді, күшті болып жатыр. И примерно 5 миллион тауып бастаған кезде адамда андай ой келеді екен. Вот, мен қолымнан келді, мен істей аламын, значит, мен қолымнан любой нәрсе келеді, мен ананы да көрем, мынаны да көрем. Бұл моментте адамның эгосы өседі дейді. Қана мүмкін басқаларға биіктен қарау, тәкаппарлықтың алғашқы белгілері осылай көріне береді екен. Үшінші этапқа келген кезде, осы моментте енді біз ересек адамбыз ғой, үлкен адам емеспіз. Тауып атқан нығмет, келіп жатқан байлықтың барлығын тауып атқан мен дейтін болса, адам депрессияға кетеді. Жаңағы Айгүл Бақытқызының айтқандай спатқа кетеді. Егер де бұны беріп жатқан Аллах, мен қабылдаушымын, мен Аллахтың әлсіз құлымын деп мойындайтын болса, онда адам депрессияға кетпей, еще больше достаток бола береді негізі. Енді бұл нәрсе өте қиын деп айтады. Шығу жолы тек қана үздіксіз зікір айту, Аллахқа тәубе жасау, тәубе намазын оқу, және мен айтқан жаңағы 4 шарты бар тәубенің: мойындау, өкіну, кешірім сұрау, енді қайталамаймын деу. Вот осы техниканы жасап адам шығуы мүмкін. Сондықтан да кез келген моментте мен деп кетпеу керек екен да. Барлығын реально беріп жатқан Аллах. Егер сен реально өзің істей алатын болсаң, сен қазір де істеп тастайтын едің. Но оны беруші Аллах. Және мына кітапта қарыз туралы айтылған. Кімде қарыз бар, мысалы. Қарызға кірудің 3 жолы бар деп айтады. 3 себебі, өйткені себебін түсінбей тұрып, адам ол қарыздан шығуы мүмкін емес дейді. Бірінші себебі, адамдарға махаббат пен признание жетіспей қалған кезде, жаңағы мысалы тауып атқан ақшасын алып, қымбат сыйлықтар, өзінің мүмкіндігі жетпей тұрса да, мүмкін сен даже кәсібің болмай тұр, просто өзің мүмкіндігің жетпей тұр, елестетші, и сен өзіңнен тыраштанып барып, жаңағы сыйлықтар или ақшаны жасау, вот осындай кезде адам қарызға кіреді. Екінші себеп спасатель, яғни қорғаушы болған кезде. Мысалы, бір әйелдің мысалын келтірген, бір әйел өзі жақсы табыс тауып жүреді, но жаңағы өзіне әлі жетпей жатып, күйеуіне машина алып береді, чтобы ол таксовать етсін деп. Но машинасы соғылып қалды ма, точносын ұмытып қалдым, но короче ол іске аспайды. Сөйтеді дағы ана кредитімен қалып кетеді. Соңында ол машинаны компания алып қояды. Ал әйел кредитпен қалады. Сондай өмірде ситуациялар өте көп, біреуде бір ситуация болып жатқан кезде құтқарғымыз келіп тұрады. Соны жүгіріп барып, құтқарам деп жүріп, адам өзі қарызға кіріп кетеді. Көбіне біреудің атына кредит алып беретіндер вот осындай категорияға кіреді. Үшінші этаптағылар, олар доказать и показать, яғни біреуге көрсету үшін, дәлелдеу үшін, тіпті даже ай сайын несиені төлеп жатқаннан кайф ұстайтындар бар екен. Өйткені вот мен уақытылы барлығын төлеп жатырмын, мен өте жақсы адаммын деген сияқты. Адам басында қатты тырысқанның әсерінен көп ақша таба алады, но тез истощениеға келеді, шаршап қалады ше. Сінің кейбір элементтері менің өз басымда болды. Ал ең күшті момент осы жерде, осының барлығын білгеннен кейін сен түсініп тұрсың ғой, түсіну уже 50% шешім. Мен уже бұның барлығын осознанно біліп тұрғаннан кейін енді қайтып жасамаймын.
Қазір сізге осы жерде инсайт келіп отырса, тоқтатып, ойланып, осознанностьқа келіп, тәубеңізді жасап алыңыз. Қарыздардан қалай шығу керек деп жазылған тоже мына кітапта. Сайдмурод Давлатовтың да кітабын оқығам, «Долги тают на глазах». Өйткені мен өзім тоже сондай бизнесте жүргендіктен бизнеске қатысты алынған қарыздарым бар. Ол менің жанымды қинайды. Қазір шығу жолындамыз. Жүрегімнен, денемнен, бойымнан өткізіп айтып жатырмын да. Сондықтан жүрекке жетеді деп ойлаймын. Түсінгенім бойынша бірінші ключі ол қайтадан қарыз алмау. Прям өзіңе уәде беру. Вот. Мен 2 жылдай болды, әлі ешқандай не алып жатқан жоқпын. Алмау және одан кейінгі этап адамның состояниясын өзгерту. Негізі барлығы состоянияға байланысты. Состояние осы жерде сразу әрекетін беріп кетейінші. Состояниені қалай өзгертем демейші. Мысалы, адам фокусты өзіне қою керек. Фокусты, назарың сенің қай жерде, өміріңде сол нәрсе көбейе береді. Егер сен қарызды қалай жабам деп ойлай берсең, өміріңде сен қаламасаң да, аузыңмен мен қаламаймын деп айтып жатсаң да, өміріңде ол көбейе береді. Сондықтан больше оған фокус қоймаймыз. Больше оны ойламаймыз. Керісінше доходқа плюс назарды қоямыз. Өзіңе көңіл аудар деген сөз спортпен айналысып бастау. Ол деген, егер мысалы саған айтса, 6 айдың ішінде бүкіл қарызынан құтыласың, миллиард теңге ақша табасың, 6 ай бойы таңғы 6-да тұр десе, тұрасың ба? Тұрасың, иә? Бірақ көп 95% адамның қолынан осы келмейді екен. Ерте тұру, тыныс алу, тыныс алған кезде назарды тек тынысқа қою және спортпен айналысу, денені қозғалту. Ең күшті негізі шешімі еще жүру деп айтатын едім. 10 000 шаг. Қазір мысалы далада күн суық қой, бірақ менде үйде мынандай не бар да, дорожка. Вот сонымен жүремін. Соның өзінде ощущение өте күшті. Уже адамның состояниясы өзгереді, энергия көтеріледі, көңіл күй көтеріледі. Барлығы жақсы болады. Былай айтқанда, тек осындай әрекеттер жасап, состоянияны көтеруге болады. Және одан бөлек адам әрекетті ешкім отменять еткен жоқ. Кәдімгі сені табысқа әкелетін әрекеттерді күнделікті жасау, иә? Осындай нәрселерді жасауға кеңес беремін. Және осы жерде тағы қарым-қатынас туралы айтылады, тоже айтып кете салайын, иә? Жалпы үйге береке қай кезде келеді дейді. Береке үйге кіреді әйел адамның состояниясы жақсы болғанда. Өздеріңіз үйлеріңізді елестетіп көріңіздерші, немесе басқа біреулердің примерларын елестетіп көріңіздер. Әйелінің жүрегі тыныш, әйелі жарқырап жүрген үйдің берекесі, аурасы күшті болады. Сол және әйелдің де жауапкершілігінде, күйеуінің де жауапкершілігінде. Ал ол дұрыс болу үшін дұрыс мәміле керек. Яғни дұрыс бір-бірімен сөйлесе алу керек. Стол переговоров дейді ғой. Отырып, үлкен ересек адамдарша сөйлесу. Мысалы, мынандай жағдайларда болады дейді. Әйел адам көп ақша тауып кетеді күйеуіне қарағанда. Ондай моментте не істеуге болады? Біздің дініміз ол туралы не дейді? Негізі біздің дінімізде әйел адам ақша таппасын делінбеген. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелі Хадиджаның өзі өте бай әйел болған. Сол өзінің байлығымен күйеуіне дінді таратуға көмектескен, иә? Значит, ол бізге де дозволено, былай айтқанда табуға болады. Егер әйел адам ақша тауып, мысалы, оны семьясына арнап жатса, ол садақа болып саналады екен. Және ол әйел адамда табысы арта береді, потенциалы аша береді, өсе береді, когда сондай ақша тауып тұрып, күйеуіне уважениясын жоғалтпаса. Өйткені көп адам болғанда әйелдің фитрасы сондай екен да, ақша тапқаннан кейін мен тауып жатырмын, мен деп кетеді да, күйеуін сыйламай мүмкін, кейде ажырасуға дейін әкелуі мүмкін ше. Осындай моменттерде берекенің барлығы кетіп қалады. Ал еркек тарапынан не берілу керек? Еркек тарапынан сол ашылып жатқан, дамып жатқан әйеліне тек қана қолдау және батасын беру керек. Яғни қызғанып қалмау керек та, ойнау менен өсіп бара жатыр, менен озып бара жатыр, мен қалып қоям. Егер өзінің ішінде чувство неуверенности болатын болса, мысалы, ертең мен тастап кетуім мүмкін, бұл байып кетсе, ертең мені менсінбей кетеді, мен еркек болмай қалам деген қорқыныштары болса, вот это опасно. Сол кез
әйел адамға көбінесе блоктар қою мүмкін. Егер сіздің күйеуіңіз сізге ешқандай блок қоймай, давай жаным, давай деп қолдап отырса, даже сенің істеріңе көмектесіп отырса, бұл үлкен нығмет, үлкен бақыт, бұл уже ортақ табыс болып саналады. Сол үйге беріліп жатқан. Просто адам почтальон сол әйел арқылы беріліп жатуы мүмкін. Ортақ отбасыдағы берекені сақтап қалу үшін осы нәрсеге қарау керек екен. Және тренингте айттым әлі, осы кітаптан оқыдым ба ұмытып қалдым, мынандай нәрсе туралы да айтты. Ер адам өте қымбат сыйлықтар бермей жатса, оның орнына басқа мысалы нәрселер беріп жатса, мысалы, ол сені жақсы көрмейді деген сөз емес. Әр адамның тілі әртүрлі болады. Және мысалы мынандай моменттер болады. Сен ауырып қалдың, күйеуің сені от души ухаживает. Или сен бір нәрсе істеймін дедің, сенің қасыңда былай айтқанда морально поддержка болып жүр. И істейтін нәрселеріңді физически істеп беріп жүр да. Былай айтқанда сен көбінесе жауапкершілікті ер адамға беріп тұрсың соның өзінде. Сол вот махаббаттың белгісі деген осы. Ал негізі ер адамнан ондай заботаны, қамқорлықты, махаббатты алу үшін адам бірінші соны өзі бере алу керек, әйел адам дейді. Тек қана маған бер деп емес, беруді үйрену керек. Махаббат ол алу емес, махаббат ол бірінші беру. Есепсіз, шартсыз дейді. Вот осындай инсайттар келді маған. Және ең басты нәрсе, конечно, шүкіршілік. Кезінде папа-мамамыз армандаған жағдай, үйіміз, машинамыз, шетелге обязательно шығып келіп жатырмыз, соның барлығы бізде как базовый потребность болып қалды, как нормальный сияқты. Оны біздің папа-мамамыз қалай армандады, оған жете алмады, иә. Соның өзінде шүкіршілік сезімі болмай жатады кейде. Өйткені оның кінәсі, негізгі кінәсі соцсети болып табылады екен. TikTok, Instagramға, YouTubeға кіресің и біреудің идеальный өмірін көресің да, менде ондай болмай жатыр деген салыстыру кетеді, содан гонка кетеді, и осыдан өзіңнің тұрған, өзіңнің бар нәрсеңді шүкіршілік ете алмай қаласың. Сондықтан фильтровать етіп қарау керек деп ойлаймын. Және Инстаграмда, жалпы соцсетиде көрсетіп жатқан нәрсенің барлығына сене бермеңіздер. Вот, осы жайлы мысалы мынандай болуы мүмкін да, сен таңертең ұйқыдан ояндың, сразу телефон шұқылап бастайсың. И сол кезде біреу қарасаң, там бизнес ашып жатыр, екінші бизнесін ашып жатыр. Обедке қарай қарадың, біреу жаңа ашып жатқан кезде сен ойлайсың, аха, маған да өсу керек. Че-то мен бір орында тұрып қалдым. Обедке қарай қарайсың, обедтің кезінде біреу арықтап отырады, капец, вау, фигурный, супер. Арықтайсың, так, бүгіннен бастап мен арықтаймын. Кешке қарай тағы бірдеңе көресің, и сөйтіп оның бәрі накладываться етіп, сенің басың мынандай квадрат болады. Соңында ешқандай әрекетке көше алмай қаласың. Өйткені сен өзіңе өте көп алып аласың, арқадағы ауырсыну, мынандай бүкірію деген нәрселер пайда болады да. Сондықтан ондай қатты ауырсынып кетпеу үшін, салыстырып кетпеу үшін, жалпы салыстыруды қою керек. Арасында детокс жасауға болады. Мысалы сен айтасың ғой, мен салыстырмаймын, мен осознанный, мен осындаймын, мен өзім сөйтіп айтамын да, мен өзімді өзіммен салыстырамын, мен кеше қандай едім, бүгін қандаймын деген нәрселерді істеймін. Но иногда бессознательно. И, кстати, ақпараттық шум деген нәрсе бар. Мен қазір детокс жасап жатырмын, өзіме 1-2 ай, білмеймін, почувствуем көрем, уақыт бердім, что мен ешкімнің стористарын қарамаймын, особо рилстарын қарамаймын, сол үшін отписка жасадым уақытша, 0 қылып. Сен мысалы біреудің сторисін көріп қалдың, біреудің қайғырып жатқан көрдің, біреудің қуанып жатқан көрдің, миыңда андай волна болады ше. Ұйқыдан оянып жатсың, почему-то сен біреуді ойлап жатсың. Түсінде бір блогерді көріп жатсың. Ыдыс жуып жатсың, ананың баласы не болды екен, деген нәрсені ойлап жатасың ше. Сен оны өзің ойлап жатқан сол моментте білмейсің, но на самом деле бізге ол керек па? Керек жоқ нәрсе ғой. Сенің целіңе апармайды, сенің фокусың өзіңде емес, фокусың целіңде емес. Ең вообще даже важнасы здесь и сейчас емессің да, ал бұл адамға бақытты болу үшін ең керек нәрсе екен да. Сондықтан иногда осылай фильтровать етіп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Нақты өзіңіз кімнен шабыт аласыз, кімнен пайда аласыз, уақытымен кәдімгідей осознанно қарауға кеңес беретін едім. Өзім шабыттанып, от души бөлістім. Тағы да ескертіп айтайын, каналға подписаться етіп, комментарий жазып, стористарыңызға бөліссеңіздер, мына кітапты біреуіңізге сыйлайтын боламын. Сторисқа отметка жасағандарыңыздың барлығын скриндап отыратын боламын. Пока-пока!